Bunun ne жеңеші? Күтуден шаршадым. Кетем төркініме. Ағам келметке кеткен жоқ. Жаманырым бастамашты. Оралады. Сенбейм болды. Үмітім үзілді. Сен түсінем. Жеңеші. Адик келген күтеміз. Осы ешқайда жібермеймін сен. Жібер қолымды. Жан, жіберіңдерші қыз. Айналай, қарындасым ренжімеші, солай. Ақымақтар. Осы істерін үшін жауап бересіңдер әлі. Соттатып жіберем сендер. Біреуінен құтыламай, біреуін қайтарамайтын болдық қой. Неше отыр. Давайте, жеңеше. Мамаға айтасаңыз, кеш келем. Айда. Ал жіктер, ойынды бұзбайық. Нормальный ойын болды. Человек до потолка доехал. На 2 ляма грузанулся. Бабло, как по оговоренке было, срок поставь. И Адик, фуфло толкнуть на лагере проще простого. Относись ко всему серьезно. Братан, мен бәрін түсінем. Давай қайт ойнайық. Адик, зачем тебе грузиться? 2 ляма тоже немалая сумма. Оно тебе надо. Ну давай отыграться. Путин, объясни человеку. Ты сам знаешь, плохо играть тому, у кого жопа тяжелая. Не дейсің, Қарсақ? Арал, братан, Оляда жақсы жүрген жігіт қой бұл. Адик, ты на свои способности не опирайся. Больше на возможности смотри. Қазақ айтады, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Соны ұмытпа. Ареке, көтеріп алам. Шал, ну что скажешь? Дадим отыграться. Да вроде ровный пацан. Ну, раз ровный, начнем ровную игру.
Мұрат бар ғой. Солардың районында Бабақ деген бір адам бар. Şu Мұраттарға тіресіп қалған ба бірдеңе тема болған ғой. Сонымен Мұрат келеді, бірдеңені айтады. Бабақтың балдары келеді, бірдеңе айтады. Әркім өзінің версиясы бар ше. Ананікі дұрыс, мынанікі дұрыс емес деп, бірақ допускать етіп қойған дейді ғой. Бабақ жынды ғой таза. Бірінші ұрады, сосын ойланады ғой. Енді темекі тығып кетеді ме? Қайда? Атам заманғы темекісін ұмытпайды. Жоқ, іздемей-ақ қойшы. Алдында шегіп тастағам мен. Біздің Мадиярдың да істеп жүрген қылықтарын алып жүрген жоқ ма? Гребке де қоспайтын шығар. Оның есін бір жинаты болу керек қой братан. Братан ғой не деген? Братан деген Адиттің кезінде братан еді. Қазір біліп жүрсің ғой, өзгеріп қойшы айналай. Алшы бұл. Не болды сонша? Өтірік қолма? Сонша қорықтың ғой. Қандай? Тура шын бол сияқты. Алдында кино түсірген. Түсірген осы жерде. Сордан қалып кеткен ғой. Қойғыш, біздің ауылда да кино түсіре ма не? Иә, бір аптадай болды ғой. Тура қолға түседі екен. Әсет, алып қойшы. Ертең біреуге пранк жасамаймыз ба? Со, Мадияр солай. Оны сөйтейік лучше, братан. Бір өзің сөйлесіп алса болмаса. Көреміз. Өзің жолығып, Адикке хабарласып жүрген жоқ па? Өткендегі қыз ше? Жалпы қайдан тапқансыңдар оны? Қоя салшы братан. Дәл ана тентектің кесірінен болды. Шығармайды. Әсет не жейсің? Пицца заказ бер. Амандаспайсың бұзда, отыр. Не? Өз кеттің ба не? Жоқ, братан. Неге? Қалайсың? Жақсы. Нормально да? Сиккенсің ғой вообще, прикинь. До конца жүргенсің адамдар мен. Сүйреп апардым мен. Бармайым деп. Как обычно, вот білесің ғой мен. Ну чё, Адик? Узел, дай ему с родными связаться. Будь аккуратней, это дорога к дому. Райондағы балдар ғой. Қит етсе ол, братан деп мазаны алады да. Осылардың проблемасын шешуден шаршап кетті шын дейді. Қойшы. Ана айтшы. Жалпы осы не ойланып жүресің негізі ана. Болады ғой адам іштей ойланады ше. Мен мынандаймын деп ойланады да. Бір түріңе қарасың, көзіңде тұңғиық ұстатады. Адам кішкене.
ойланып ішке ет тірі болу керек. Қызды істеген анау бір жолы болмайтын адамдар болады ғой, сондай болып кетпесек болды. Қойшы. Айналайын жаңа мадияр басыңнан ұрған кезде. Аллах. Бір ұлармен кигізсең ұйықтататын ғой. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Денеме салбырап жүрегім. Алло, Мико. Адамды келдім. Дәл. Картадан ұтылып қалдым. Менде бір апта срок бар. Қанша керек? 4 миллион. 4 миллион? Адик, мен ол ақшаны қайдан табам? Біресе намаз оқисың, біресе карта ойнайсың. Не істеп жүргенді білесің бе өзі? Сен маған память жібат етпе. Жігіттерге звондасам телефондарын алмайды. Мадияр да телефонын көтермейді. Райондағы балаларға жеткіз. Енді не істейміз? Не істеуші? Братан үшін районда аяғынан тік тұрғызамыз. Иә, тік тұрғызасың. Қыздың алдында тік тұрғызсаң қайда қалдың? Ойлану керек. Ертең кездесеміз. Ә, 4 миллион деген көп ақша ғой. Амандасың ба? Кет. Қайсы жеңгем?